Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 2 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтының іскерлік белсенділігі бүгінде бұрын соңды болмаған күйде. Сондықтан жақсы серіктестеріңізді жоғалтпау үшін маңызды келіссөздерді кейінге қалдырыңыз. Егер әртүрлі қырынан қарауды үйренбесеңіз, сіз ешқашан өз шеберліктеріңізді көрсете алмайсыз. Бүгінгі жұмыс сізге болашақ үшін жақсы перспективалар әкеледі. Қаржы жағдайы тұрақсыз, ақша ағымын бақылау өте қиын. Өзіңіздің мінез-құлқыңызды талдаңыз. Егер сіз өзіңізбен жұмыс істей алмасаңыз, керемет оқшаулануда бола аласыз. Егіздер. Жоғалған нәрсені қайтаруға тырыспаңыз. Егіздер өздеріне тиесілі емес нәрсе алғысы келуі мүмкін. Бірақ шабуылға шығар алдында 3 рет ойланыңыз. Шаян. Сіз бәрін дұрыс жасап жатырсыз. Сондықтан кешке теледидар алдындағы диванда аздап демалуға болады. Бүгін сіздің ойыңызға келетін идеяларға тоқталудың қажеті жоқ. Олардың оң нәтиже беруі екі талай. Арыстан. Үлкен жобаны қабылдауға қорықпаңыз, ол сіздің тісіңізде екен сөзсіз. Демалу туралы ойлаған дұрыс болар еді. Өз көзқарасыңызды егде жастағы адамдарға дәлелдемеуіңіз керек. Бикеш. Бүгінде көптеген адамдар бикештерге тартылатын болады. Таныс емес компанияда жүруіңіз мүмкін. Қаржылық құжаттармен жұмыс жасауда қиындықтар туындауы мүмкін. Таразы. Қазіргі уақыт маңызды мәселелерді шешуге, ақыл-ой әрекетіне қолайлы. Біреудің кеңесін елемей, тіпті оған күле аласыз, бірақ бұл сіздің үлкен қателігіңіз болады. Сары шаян. Бүгін сізді сәтті күн күтуде, тек сабыр сақтап, әр нәрсені ойланып, толғанып, байыппен шешіңіз. Мерген. Бүгін барлығы мергендерді тыңдайды, отбасы мүшелері, әріптестері, достары да. Сондықтан осы сәтті жақсылап пайдаланыңыз. Өзіңізді жиі тыңдауыңыз керек. Бүгін сіздің жақындарыңыз сіз үшін жанжалдасуы мүмкін. Сондықтан не айтарыңызды және өзіңізді қалай ұстайтындығыңызды біліңіз. Су құйғыш. Бүгінгі күні кішкентай нәрселерден оңай ләззат ала аласыз. Денсаулық туралы есте сақтауыңыз керек болады. Балықтар кешке жалғыз қалғысы келеді. Бұл оларға жаңа күш береді. Сондықтан жалғыздықтан бас тартпаңыз. Бүгін жолыңызда жоспарларыңыздың орындалуына кедергі болатын біреу пайда болатыны сөзсіз. Сондықтан маңызды жоспарлар жасамаңыз. Маусымның 2-сіне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».